Ертеңгі күннің алғашқы сәулелері орманды жарқыратып тұрды. Бүгін мен ормандағы ең жылдам қоянмын, деді Али өзіне өзі. Жасыл жилетін түзеп, ол секіруге дайындалды. Бұл күні оның мақсаты бар еді. Орманның арғы жағындағы сәбіз даласына жету керек. Али жолға шықты. Оның ұзын құлақтары желмен ойнады. Жол бойында оған дана тасбақа көкпар кездесті. Көкпар әдеттегідей баяу қимылдап келе жатты. «Сәлем, Али!» деді көкпар жылы үнмен. «Қайда асығасың?» Бірақ Али тоқтаған жоқ. Ол секіре берді. «Кешір, көкпар, маған уақыт жоқ. Сәбіз далаға баруым керек», деп айғайлады ол артына қарамай-ақ. Жол бойында оған түлкі Айгүл кездесті. «Али, тоқта!» шақырды Айгүл. «Саған көмек керек пе? Жолды білесің де?» Бірақ Али тағы да тоқтаған жоқ. «Өзім білем жолды», деп жауап берді ол, секіріп өте берді. Біраздан кейін Али екі жолға бөлінген жерге жетті. Ойланбай-ақ ол сол жаққа секіріп кетті. Бірақ сол жақ жолда тікенек бұталары өсіп тұрған екен. Али аттап өтуге тырысты. Бірақ тікенектер оны ұстап алды. «Ай-ай-ай!» деп айғайлады Али. «Көмектесіңдер, біреу бар ма?» Көкпар мен Айгүл Алидің айғайын естіді. «Бізге сенің қай жолмен баратыныңды айтсам болар еді», деді ол. Айгүл мұқият түлкі тырнақтарымен Алиді босатты. Көкпар мейірімді түрде оған қарап күлімсіреді. «Кейде баяу жүру жылдам жетуден артық», деді ол даналықпен. Айгүл оң жақ жолды көрсетті. «Міне, осы жол тура сәбіз далаға апарады. Дос деген асыл қазына», деді олар бірге. Өмірдегі ең бағалы нәрсе достық, ал шынайы байлық бір-біріне көмектесу екенін. «Мен маңызды сабақ алдым», деді Али ойланып. «Шынайы жылдамдық бұл достарымен бірге жету». Көкпар мен Айгүл күліп қойды. Олар Алидің өзгергеніне қуанды.